Көңілді көктемнің көрікті мерекесі қылықты қыздар үшін. Әрбір ер азамат осы күні аналар, қыздар қауымын қуантуға асығады. Алматы облысының тұрғыны Ерлан Садықов пен оның отбасы жыл сайын бұл мерекені сән салтанатпен атап өтеді. Жылдағы дәстүр бойынша үйдегі 4 балапанымның анасына әсемде әдемі қызыл гүлдерді табыс етейін. Сіздер де менімен бірге жүріп, соның куәсі болыңыздар. Ордабасар 30-дан жаңасқан Ерлан мен Жұбай Айгүл 4 бірдей қыз тәрбиелеп отыр. Шеттерінен өнерлі, болашағынан үміт күттіретін талантты қыздар. Үлкен қыздары Меруерт пен Гаухар республикалық халықаралық додаларда ел намысын қорғап, қазақтың көк туын желбіретіп жүр. Мерекелерің құтты болсын. Мына келіп жеткен 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Жақсы қыз жағадағы құндыз, қыз өріс дейді қазақ. Бұл отбасында 8 наурыз күні ғана емес, жай күндердің бәрінде қыздарға ерекше көңіл бөлінеді. Отанасы Айгүл әр күнді мереке қылуға әдеттеніп алған. Дегенмен 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы атаулы күннің әсері ерекше. Үлкен үрдістің біреуі жылда 8 наурыз әйелдер мерекесі, қыздар мерекесінде мерекенің барлығымызды осылай құттықтайды. Жылдан жылға бір қыз қосылып жатыр семьямызға. Биыл міне 4-ші қаншайым қосылды. Үлкен мереке болатын себебі, мерекенің биыл айтып еді, мерекенің көкесі біздің үйде 5 қызды құттықтаймын деп. Міне биылғы мерекеде сондай үрдіспен өтіп жатыр. Сондай жан-жарымның барына өте қуаныштымын. Шұғылалы шуаққа бөленген көктемнің әр күні, әр сәті нәзік жанды арулар мерекесі. Садықовтар отбасы өз құттықтауларын біздің арна арқылы жеткізді. Мен әкем мен анамды өте қатты жақсы көремін. Менің анам мен әкем әлемдегі ең тамаша жандар. Аналар күні құтты болсын. Барлық аналарды, барлық қыз-келіншектерді осы көктемнің жайма шуақ мерекесімен қатар келетін жеке мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Ешқандай бала ауырмасын, ешқандай ана жыламасын. Ақ жаулықты аналар, арулар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен күліп оян Алматы бағдарламасы арқылы шын жүректен құттықтаймын.